келген қонақтарымызбен амандасып алайық, кәне шаттық шеңберін орындайық. Бірдей айтайық, иә? Біздің топтан балалар тәтті ойнайды. Әр көңілі арқасан тек жақсылық ойлайды. Жарайсыңдар, балалар. Мына жаққа қараймыз, бұғыламыз артқа. Келген қонақтарымызбен амандасып алайық. Сәлеметсіңдер ме балалар дейді. Қане бәріміз отырамыз орнымызға. Орнымызға жайғасамыз. Балалар, бүгінгі біздің ашық сабағымыз қоршаған әлеммен таныстыру ұйымдастырылған оқу әрекетінен болады. Біздің бүгін өтетініміз жыл мезгілдері, қыс және көктем белгілері. Балалар, неше жыл мезгілі бар? Кім айтады? Неше жыл мезгілі бар? Көп. Айтамыз жыл мезгілдері. Күз, Көктем, бар екен, дұрыс айтасыздар. Балалар, дәл қазір қандай жыл мезгілі? Қандай жыл мезгілі? Қыс мезгілі екен, дұрыс айтасыздар, е? Енді көктем мезгілі, дұрыс айтасыздар, аяқ басқалы тұр. Бәріміз сенбе, неге шабуыл ретінде бәріміз экранға қараймыз, назар аударамыз. Мұнда ауа райы қандай? Қараймыз, ауа райы қандай болып тұр, балалар? Не шығып тұр? Дұрыс айтасың. Күн шығып тұр. Күн шығып тұр екен. Экранға қараймыз. Ауа райы қандай? Қандай ауа райы? Қараймыз. Не бар аспанда? Ауа райы бұлтты. Ауа райы бұлтты екен, дұрыс айтасыздар. тұр. Келесі. жаңбыр жауып жатыр екен, қандай? Дұрыс айтыңыздар. Жаңбыр жауып тұр. Дұрыс па екен? Жаңбыр екен, е? Келесі. Иә, дұрыс айтасыздар. Қазір дұрыс па екен жауабымызды тыңдайық. Ауа райы желді, жел соқты. Дұрыс екен, жарайсыздар, балалар, қол шапалақтайық, дұрыстандық, иә? Найзағай жарқырап тұр. Жарайсыздар, балалар, дұрыс айтыңыздар, найзағай жарқырап тұр екен. Ендеше қандай мезгіл? Қыс мезгілі. Қар жауып тұр. Ауа райы қандай? Бұнда bakın жетіп жүргендер. Қандай? Күн қатты суық. Күн қатты суық. Жарайсыңдар, балалар. Бұл жыл мезгілдері туралы бізге берілген миға шабуыл болды, иә? Енді келесі экранға қарай назар аударамыз, мұқият тыңдаймыз. Біз жыл мезгілдерінің ішінде бүгінгі сабағымызда қыс және көктем мезгілдері туралы мәлімет алып, сол бойынша жұмыс жасайды екенбіз. Енді экранға назар аударамыз. Балалар, бір жыл мезгілінде неше ай бар? Неше ай бар? Бір жыл мезгілінде? 3 ай бар, иә? Әр жыл мезгілінде 3 ай бар екен. жыл мезгілдері. Қараймыз. Қыс мезгілі. Күн суытып, қар жауады. Адамдар қамын жинайтын болады. Жаңа жыл мерекесін тойлаймыз. Шаңғы тебеміз. Қардан аққала жасаймыз.
Құдықтан су бұлбұл қатады. Көктем мезгілі. Көктемде күн жылынып, қар ереді. Бәйшешек өседі. Құстар сол жақтан ұшып келеді. Көктемде елімізде наурыз мейрамын тойлайды. Жарайсыңдар балалар, бұл бізге көктем және қыс мезгілі туралы алынған мәлімет болған. Келесі тапсырма. Так, ортаға шығар, бір оқушыны шығарамыз, суретпен жұмыс жасаймыз. Так, бір шығар тақтаға, суретпен жұмыс жасаймыз, қыс мезгілі туралы айтады, бірінші шыққан бала. Келе орын. Бала, көңілдегі сабаққа қатысыңыз, неге болмаса бәрін естер өсіздер. Қыс мезгілі туралы, иә? Айта ғой. Қыс мезгілінде балалар не істеп жатыр? Малика, айта қойшы. Қыста шана тебеді, аққала істейді, қармен ойнайды. Қыста ендеше не жауады екен, Малика? Қар жауады. Қардың түсі қандай? Ақ. Ал ағаштар қандай түске, қандай күйге бөленеді? Ағаштары қандай болады? Олар да ақ түске бөленеді, иә? Себебі жапырағы жоқ. Ағаштарда кімдер отыр? Нелер отыр? Құстар. Торғайлар отыр, иә? Құстар отыр, дұрыс айтасың. Балалардың үстерінде қандай киінген? Жылы киінді олар. Жылы киінген, дұрыс айтасың. Жарайсың. Тағы да аққала жасайды екен бізде, және біз жаңа жыл мерекесі тойладық па балалар? Тойладық па жаңа жыл мерекесін? Дұрыс айтасыңдар. Келесі, Малика, жарайсың, рахмет саған. Маликаға бәріміз қол шапалақтап қояйық. Балалар бізде жақсы жауап берген балалар. Мына өзінің несін алып отырады, жүрекшесін алып отырады, иә? Сабақтың соңына дейін кім қанша жүрекше жинайды? Соны санаймыз. Так, келесі. Бізге келесі. Қыстан кейін қандай мезгіліміз бар тағы да? Көктем. Көктем мезгілі. Көктем мезгілінің белгілері туралы кім шығып айтады? Мен. Бәрі не істеп береді, бәрі не береді. Көктем мезгілінде не болып жатыр? Қараңыз. Құстар қайтардан жылы жаққа не істеп жатыр? Ұшып келіп жатыр, дұрыс айтады. Сосын Су құйып жатыр. иә, ағаштар отырғызып су құйып жатыр дейді, дұрыс айтасың. Жаңағы Малика айтқан қарлар не істеп жатыр? Нұрхан, не істеп олар? Еріп кетті. Жылғаларға су толды, иә? Жарайсың. Тағы да не істеп жатыр? Балалар не істеп жатыр? Бала су тасып жатыр. Су тасып жатыр. Ол да ата-анасына, үлкендерге көмектесіп жатыр, дұрыс айтасың. Ағаштардың басында бүршік жарып жатыр, иә? Және балалар, сендерге бір сұрақ. Мынау қандай? Көктемде? Бәйшешек гүлі. Көктемде қардың астынан шығатын, иә? Ең бірінші бүршік жарып шығатын гүлдің аты қандай екен? Бәйшешек. Жарайды, оны біледі екенсіздер. Енді балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша міне қараңдар. Жаңа сендер айттыңдар, иә? Қыс айында, Нұрхан, бері қарай қой. Қыс айында 3 ай бар дедіңдер. Міне, апаймен бірге қайталаймыз. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Көктем айларын айтамыз. Наурыз, сәуір, мамыр. Міне, қыс мезгілінің көріністері, ал мына жерде көктем мезгілінің көріністері сіздерге бейнелеп беріп қойыпты. Жарайсыңдар балалар. Келесі. Балалар, сендер енді біз шығармашылық жұмысқа өтпес бұрын орнымыздан тұрып
сендердің алдарыңда апай сендерге дайындап келген шығармашылық жұмыс бар, иә? Сол шығармашылық жұмыс бойынша қазір орындаймыз. Кімнің алдында не қараймыз? Тақтаға қараймыз. Жаңа сендер айттыңдар. Қыс мезгілінде біз жаңа жыл мерекесін тойладық дедіңдер, иә? Кейбіреуінің алдарында желім бар және шыршаның нелері, кесінділері бар. Балалар, шырша қандай пішіндерден тұрады? Пішіні қандай шырша, қандай пішіндерден? 3 пішіннен тұрады. Оның түсі қандай? Жасыл. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше кімнің алдында шырша бар, солар шыршаны жапсырамыз. Алдымыздағы қағазға. Ал сосын көктемде дедіңдер, ең алғашқы қардың астынан шығатын гүл, ол қандай гүл? Бәйшешек. Бәйшешек кімде бар? Бәйшешекті бояймыз. Қандай түспен? Екі ақ пайдаланамыз. Жасыл көк. Жасыл көк түспен. Ал көкті дайындаламыз. Шынан бояймыз. Кімге шыршаны жапсыру керек? Олар алдымызға бірінші аламыз, оны жапсырамыз. Жылдарын қарай. Бойымызды тікістіп, әдемі болып отырамыз, балалар. Тағы да бір тапсырмаңыз бар. Қазір жарайсыңдар, бойымызды тікістіп әдемі. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сосын ары қарай экранға қараймыз. Бәріміз менен былай қараймыз. Жарайсыңдар, сендер өте жақсы орындарыңдар жұмыстарыңды. Өте жақсы орындарыңдар жұмыстарыңды. Балалар, сендердің барлықтарына бір жүрекше мен таратып берейін, иә? Жұмысты жақсы орындарыңдардың үшін. Нұрғандай екеу болды. Қолымызды әдемелеп қоямыз, экранға назар аударамыз. Ана қағазы не болып тұр? Мониканың қағазын жұтып болды. Қазір беремін. Балалар, экранға бәріміз назар аударайықшы. Апайға не көреміз? Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, экранға бәріміз назар аударамыз. Олардың бәрін білемін, бірақ қай мезгілге жататынға шатасып кетем. Онда бізге кім көмектеседі?
желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыста жылы күртеше мен қолғап киеміз. Үшеуі де қарлы айлар. Көктем табиғат оянып, гүлдер ашылады. Айналып қалды ма? Болды ғой. Балалар, сонымен біз бүгінгі өткен сабағымызды тағы да қорытындылап қайталаймыз. Иә, мынандай бір нәрсені тыңдай салыңдаршы, және жыл мезгілдері туралы. Мина, қараймыз. Балақай, білім әлеміне қош келді. Тыңдаймыз. Ертегілер әлемі. Қызылды көрміш паспорт. Қызылды. Ертегілер әлемі. Балақай, сау бол. Балалар, несі, батарейкасы бітіп қалған ба, дұрыс болмайды. Жаңағы бізге айтқан қыс айларын қайталап жіберейік. Қане, біз сонымен бүгін қандай мезгілдерді білдік? Қыс және көктем. Енді қыста неше ай бар дедіңдер? 3 ай. Көктемде неше ай? 3 ай. Енді көктем айларын атап жіберейік. Наурыз, сәуір, мамыр. Қыс айларын атап жіберейік. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыс айларының және көктем айларының қандай мезгілде, қандай өзгерістерге ұшырайтынын біз оны тағы да білдік. Қорытындылау барысында ары қарай тапсырманы жалғастырамыз. Кім шығады тақтаға? Киімдерді. Бірінші мен айтып өтейінші, жарайсыңдар. Біріншімен, мынау күз мезгілі, қыс мезгілі, көктем мезгілі, жаз мезгілі. Әр мезгілге мынаның ішінен өзінің киімдерін қою керек. Бәрін шығарады. Бір киімнен бәрін апарасың. Бұны өзің бойың жететінді апара бер. Мынаны қайсыған апарасың? Қандай мезгіл айта қойшы? Қай мезгіл? Мында не бар? Ендеше бұл қай мезгілге барады? Қыс мезгілге апара қой.